Алдында бойдан кейін 10 000 доллар көрімдік алғаным біраз әңгіме болыпты интернетте. Ол әңгімеге мен особо құлақ аспадым. Не үшін ол 10 000 доллар маған келді десем, оны бүгін түсіндім ғой. Мен бүгін семьяма, айналамдағы адамдарға подарка алып жүрмін, бәрінің телефондары ескіріп қалған. И телефон алып берейінші дедім да бәріне. Керек адамдарым 8 адам шықты, 8 адамның телефондарының бағасы 10 000 доллар болды. Маған келген 10 000 доллар семьяма кетті да. И оны мен не үшін алғанымды түсіндім да, бүгін түсіндім. Енді ол беріп тұрғаннан кейін қолын қайтарған жоқ ма, үлкен кісілер беріп жатыр енді. Жоқ алмаймын десең, ол өзінше болып қалған сияқты болып қаласың да. Бергеннен кейін алдым, бірақ ол тұрды сол күйі. И бүгін түсіндім да, мен ол ақшаны не үшін маған Алла тағала неге берген? Маған емес, семьяма берген деген оказывается. Бүгін жаңа жылға деп подаркалар алдым, қазір үй жаққа баратырмын. По пути достарыма беріп кеттім. Енді қазір үйге барып, үйдегілерге бұйырса сыйлаймын. Жаңа жылды жаңа телефонмен, Аллаға шүкір, әйтеуір Алла тағала просто мен арқылы семьяма беріп жатыр да. Соны вовремя түсіну керек та. Ақша көп тауып бастасаң, жан-жағыңдағы адамдарға да Алла тағала береді. Бірақ сен арқылы береді да. Соны түсіну керек, достар, короче. Биылғы жылдың соңғы ақылы ғой, короче. Биылғы жылға соңғы осы болды, қойдым. Бұдан кейін келесі жылы жайлап свежий ақылдар айтылады. Енді жастарға ғой бұл. Мен үлкен адамдарға айтып отырған жоқпын, өздеріне қабылдап қалмасын, бәрінің өзінің миы бар ғой. Жас балдар, менен үлгі алып отырған сондай балаларға осындай кішігірім жақсы болсын деген ақылдарды. Достар, жаңа